Бексұлтан Нұржекеев, жазушы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық алаш әдебиеті, Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың лауреаты. Қаламгер жау жағадан алғанда, күтумен өткен ғұмыр, бір өкініш, бір үміт сынды шоқтығы биік шығармалардың авторы. Кінәлі махаббат атты туындысы қалың оқырманның сүйіп оқитын шығармасына айналған. Әй дүние атты роман үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілген. Жазушы тарихи тың деректері арқылы атақты Орбұлақ шайқасының тарихқа енуіне зор үлес қосты. Қазір біздің тарихшылар Алашорда партиясы жайында, соның ұйымы жайында көп айтады. Қысым болса да, құлдырау болса да, сол Алашорда деген партия болған, ұйым болғанын кейінгі ұрпаққа сөз жүзінде де, іс жүзінде де бәрінде жеткізген осы жазушылар. Біздің бабаларымыздың бір үшін кеткен, бір үшін құрбандыққа шалынып кеткендігін бір өтем сияқты нәрсе. Енді осыны жазбағанда мен не жазуым керек, біліп отырып, оқып отырып, жазушының негізгі міндеті не? Сонда халықты алдап келген, өтірік айтып келген нәрсені қайтадан жаңарту еді. Мен сондықтан келдім әдебиетке. Адамның жанын, адамның адалдығын жазу керек болды. Ол адалдық дегеннің мәні бұл қазақта әйелден басталады. Маған ылғи сұрақ қой, неге әйел жайында көп жазасыз? Әйел адам емес пе? Жазушының негізгі объектісі адам. Адамның түр-түсі емес, адамның жаны, білімі, тағдыры, мұңы, зары, қуанышы, бақыты, бақытсыздығы. Мен «Әй дүние» деген роман жаздым. Шәй деген қыздың өмір тарихы арқылы. Шәй деген жай ғана қыз, бір әйел емес, бір қыз емес, ол қазақ халқы. Ұлтыңның ашылмай келген құпия зілді тарихы, мұңды тарихы. Соны жазған соң жазушы боласың. Жазбаса, ұл деген атқа да ие болады.